Айтқанымдай, сіздерге осы тағамның жасалу жолын көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін қарап жасап көріңіздер. Ол үшін қызған табамызға майды құйып, үстінен пиязды салып, кішкене қуырып жібереміз. Оның үстінен етімізді салып, тағы да араластырып қуыратын боламыз. Оның үстінен өздеріңіз қолданатын томатты салып, тағы да жақсылап қуырамыз. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштер, мен тауыққа арналған дәмдеуіш, бұрыш және куркума қостым. Және тұз қосасыздар. Ал картоптарды осылай қызарғанша майда қуырып аламыз да үстінен салатын боламыз. Енді қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға тұз және суды қосып, қамыр илейтін боламыз. Менің арнамның дамуына үлес қосып, подписация етіп, және лайк басып, комментарийге тағы қандай тағамдар күтесіздер, соны жаза өтсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет. Қамырымызды 5-10 минутқа тындырып пакетке салып қоямыз. Ол уақытта салмасын дайындаймыз. Пияз бен сәбізді осылай майдалап, теркадан өткізіп, қуырып аламыз. Дәмдеуіштерін қосып, жұмсарғанша қуырасыздар. Енді қамырымызды жұқалау етіп жайып аламыз. Оның бетінен май және салмамызды салып, майды осылай бетіне распределять етесіздер және салмамызды толық қамыр бетінен қоямыз. Осылай ораймыз. Орап алғаннан кейін қамырымызды осылай бөлшектеп бөлетін боламыз. Енді табамыздағы картоптың бетіне 1 пиала ыстық су құямыз және қамырымызды саламыз. Ең жай отта жарты сағаттай бұқтырамыз. Тағамымыз дайын болды. Оңай жасалатын өте дәмді тағам. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.